30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. Бұл кез келген мемлекеттің елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын сақтайтын негізгі құжат. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Конституция Қазақстан Республикасының негізгі заңы. Биыл оны қабылдағанымызға 25 жыл толып отыр. Қазақстан Республикасы Конституциясының осы басылымы айтулы күнге орай шығарылуда. Кітап-альбом тамаша суреттермен безендіріліп, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген барлық бап кірді. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 1998 жылы 7 қазанда және 21 мамырда 2007 жылы 2 ақпан 2011 жылғы өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Кітап үлкен көлемде, жақсы сападағы қағазда безендіріліп шығарылған. Кітапхана қорындағы Конституцияға арналған ең көлемді бұл фото-альбом кіріспемен ашылады. Ата заңымыздың 9 бөліміндегі 98 баптың әрбір жолы ұлы мұрағаттарға жол сілтейді. Кітаптан Конституцияның әр бөлімі, әр бабын оқып қана қоймай, өте көркем әрі әсем суреттерді тамашалай аласыздар. Бұл суреттер арқылы әрбір адам негізгі заңымызды жеке түсінуге, жан-жақты ұғынуға мүмкіндік алады. Қазақтың ата заңдары. Бұл 10 томдықта белгілі тарихи тұлғалар мен мәдениет өкілдерінің еркінді идеяларына негізделген қазақ әдет-ғұрып заңдары, атақты қазақ билерінің ғұмырнамасы, ел басқару, ел бірлігін сақтау, шешендік, билік дәстүрлері, әділет және адамгершілік жолындағы күрестері мен мұралары сөз болады. Назарбаев. Қазақстан жолы. Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды. 9 тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Кім-де-кім еліміздің негізгі заңының рухы мен маңызын терең түсінгісі келсе, оны жасаудың, қалыптастырудың тарихын білгісі келсе, 1995 жылғы Конституция тарауы арқылы таныса алады. Қопабаев. Ата заң мемлекет дамуының іргетасы. Бұл кітапқа заң ғылымдарының докторы, профессор Өмірәлі Қопабаевтың заң және құқықтану саласындағы көп жылдық жемісті ғылыми еңбектері еніп отыр. Кітапқа сондай-ақ ғалымның тарихи тақырыпта арналған зерттеулері мен әріптестерінің ол туралы жазған сұхбат сырлары, жол жазбалары, өлең жырлары еніп отыр. Жампейісов. Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Оқулықта осы құқық салаларының негізгі теориялық мәселелері баяндалған. Құрметті оқырмандар, тақырып бойынша ұсынылып отырған әдебиеттермен Ақжайық аудандық кітапхана қорынан алып танысуға болады.